Уақытты қалай тиімді пайдалану керек? Уақыт біздің өміріміздегі ең маңызды баға жетпес құндылықтарымыздың бірі. Бұл бағалы ресурсты кері қайтарып алуға немесе қалпына келтіруге болмайды. Уақытты тиімді пайдалану үшін төмендегі кеңестерге назар аударыңыз. Өзіңіз ұнататын іспен айналысыңыз. Жоспарыңыздың орындалуын тездететін істермен ғана айналысыңыз. Бүгін және дәл қазір қандай жұмыстар маған пайда әкеледі деген сұраққа жауап беріңіз. Жоспарды күнге, аптаға, айға, жылға құрыңыз. Әрбір істі бітірген соң екінші іске көшіңіз. Күнделікті атқарған істерге талдау жасаңыз. Жұмыстарды кейінге қалдырмаңыз. Толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге көңіл бөліңіз. Уақыт өте келе адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейді. Сондықтан да дұрыс уақыт бөле білу керек. Бірақ жөні секендеп бос сандалудың қажеті жоқ. Арналған уақытты да далы өткізуге болады. Мысалы, қызықты кітаптар, немесе жаңалықтар оқу, спортпен айналысу. Бұл келтірілген әдістер уақытты тиімді пайдалану жолдарының тек қана бір бөлігі. Әрбір адам өзінің уақытын қалай өткізетіндерін бақылап зерттеуі керек. Бұл арқылы адамдар осал тұстарын біліп, олардан құтылуға тырысады. Өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ. Сондықтан уақытты ұтымды жұмсай алатын әр адам үлкен жетістіктерге жете алады.